Жат ағымға тартудың бірінші түрі ол бетпе-бет арбау, екіншісі ғаламтормен тарту. Бұл әбден жетілдірілген аса қауіпті түрі. Себебі жасөспірім ғаламтормен бірге қалады, жанында ересектер болмайды. Олар көбіне интернет арқылы танысып, өз араларында мәселелерді шешіп пікір алмасып жатады. Соңында жастар жат ағымның шырмауына қалай түскенін өздері де байқамайды. Яғни сіз осындай діни білім талап етіп жүрген немесе дінге қызығып жүрген адам болсаңыз, немесе соған мұқтаж болып жүрген, рухани бір құндылыққа мұқтаж болып жүрген адам болсаңыз, соны мен ғана үйрете аламын, сен менің ғана жолыммен жүрсең, мен саған барлық жағынан, материалдық жағынан да, діни мағлұмат жағынан да мен сізге барлық ақпаратты бере аламын деп өзін солай көрсетуі. Одан кейінгі тәсілі ол жаңағы вербовка деп айтамыз, орысша, ол адамды өзінің неше түрлі эмоциясымен, өзінің мінез құлқымен, ол әрине өзінің мінез құлқы болмауы мүмкін, ол жасанды болуы мүмкін, адамға барлық жағынан көмектесіп, материалдық болсын, жаңағы осы айтып кеткенім сияқты ғой, бірақ психологиялық тұрғыдан әрекет жасайды. Яғни адам оны бір көрген кезде, мынау адам қандай керемет, білімді екен деп, бүткіл нәрсесін өзінің мақсатын сол кісіге арнағаннан кейін, өкінішке орай көп адамдар сол жолмен адасып кетіп жатады. Ол көбінесе кез келген жағдайда моральды, психологиялық, материалдық тұрғыда көмектесуге дайын тұратын ақ пейілді бауырмал адам кейпінде көрінеді. Сіздің істеріңізге қызығушылық танытып, проблемаларыңызды шешуге асығады. Өзіңізге бар қошемет сөздерін жаудырып жатса да, өз ұйымына сізден қандай пайдалуға болатынын болжап үлгереді. Сондықтан жат ағымның жетегінде кетпес үшін сенімді көздерден білім алып, критикалық ойыңызды дамытуға ұмтылыңыз. Ата-анаңызбен ақылдаса отырып, дінді арнайы мамандардан үйренсеңіз, діни білім дұрыс бағытта қалыптасады.